Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 4-ші сыныпқа арналған математика пәнінен 2-ші 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын бірге орындайық. Басқа да пәндерден бөлім бойынша және 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын орындау үшін каналға жазылып кетуді ұмытпаңыз. Тапсырма. Тиімді тәсілмен есепте. 15 көбейту жақша ішінде 7 көбейту 4. Ал біз бұны 7 көбейту 4 десек 28-е, 28-ді 15-ге көбейтсек, бізге әлде қайда қиынырақ болады. Сондықтан 15-ді 4-ге көбейтіп алайық, яғни 60 болады. Ауызша көбейтсек, 60-ды 70-ге көбейтеміз, 6-7-ден 42 және 0-ді тіркейміз, сонда 420 болады. Келесі есеп 720-ны бөлеміз жақша ішінде 9 көбейту 5-ге. Ал біз 9-ды 5-ге көбейтіп, 9-5-ін 45 деп, 720-ны 45-ге бөлсек, бізге әлде қайда қиынырақ. Сол себепті 120-ны 9-ға бөлейік. 120-ны 9-ға бөлсек, 72-ні 9-ға бөлсем, 8-е, 8 және 1-0-ді тіркейміз, 80. 80-ді 5-ге бөлсек, 16. Келесі тапсырма баған түрінде жазып шығар. 5261-ді көбейтеміз 201-ге. Біз жаңа бірлікті бірліктің астына баған бойынша көбейткенде, ондықты ондықтың астына, жүздікті жүздіктің астына көбейтіп жазамыз. Алдымен бірлікпен көбейтеміз. Бірлікпен көбейтіп, бірінші көбейткішті табамыз және ондықпен көбейтіп, содан жүздікпен көбейтеміз. Соңында толықтауыш барлық көбейткіштерді бір-біріне қосамыз. Яғни жауабы 1,057,461 болады екен. Үшінші тапсырма қалдықпен бөлуді орында. Бөлінгіш бізде 3893 бөлінді 54. Баған бойынша бөлетін болсақ, бізде бөлінді, бізде екі орынды саны 38-ден қайырсақ жетпейді, сондықтан 38-дің ішінде 54-ге жетпейді. 389-дан қайырамыз, 389-дің ішінде 54 шамамен 7 рет бар. Енді біз бірінші толымсыз бөлінгіні табамыз. 54-ті 7-ге көбейтсек, 378 шығады. Енді 389-дан 378-ді азайтамыз. 113. Енді 113 екінші толымсыз бөлінгіні табамыз. 113-дің ішінде 54, 3 рет берсек асып кетеді, 5 шумын 5. Сондықтан 2-ден береміз, 2-ден берсек, 54-ті 2-ге көбейтеміз 108. Яғни 113-тен 108-ді азайтатын болсаң, 5 қалдық болады. Сонда жауабы 72 және 5 қалдық. Екінші тапсырма. Есепті шығар. Өнімділікті табу үшін жұмысты уақытқа бөлеміз. 25-ті 5-ге бөлсек 5. Сонда шебер сағатына 5 бөлшек жасаған. Ал жұмысты табу үшін өнімділікті уақытқа көбейтеміз. Сонда тігінші 12-ні 2-ге көбейтеміз. Тігінші 24 жейде тіккен. Ал уақытты табу үшін жұмысты өнімділікке бөлеміз. 120-ны 30-ға бөлсе 4 сағат. Аспаз 4 сағатта 120 құймақ пісірген. 5-ші тапсырма есепті шығар. Бір қаладан бір мезгілде қарама-қарсы бағытта 2 автобус жолға шықты. Біріншісі 52 км/сағат жылдамдықпен, ал екіншісі 74 км/сағат жылдамдықпен жүрді. 8 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы арасы қандай болады? Бізде, яғни бірінші автобустың жылдамдығы 52 км/сағат, ал екінші автобустың жылдамдығы 74 км/сағат. Бізге табу керек, қашықтау жылдамдығын табамыз. Яғни уақыт 8 сағат. Және бізге 8 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қандай болады? Ара қашықтықты табамыз. Қашықтау жылдамдығын табу үшін B1 менен B2-ні қосамыз. Яғни 52 км/сағатқа қосамыз 74 км/сағатты. Сонда қашықтау жылдамдығы 126 км/сағат болды. Енді біз ара қашықтықты табу үшін қашықтау жылдамдығын уақытқа көбейтеміз.
яғни 126 километр сағатты көбейтеміз 8 сағатқа. Сонда 1008 километр болады екен, ара қашықтық. Жауабы 8 сағаттан кейін олардың арасы 1008 километр сағат болады екен.